Базилия Түсіпбекқызы, Сырлы қаба, сұлу марқа. 4-ші тарау. Жақсының жақсылығын айт. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деген сөз бар. Сондай замандас құрбым жайлы сүйікті дидар газетіміз арқылы сыр ақтардым. Қырмызы Құнанбай қызы 1950 жылы 15 тамызда Бұғымөз ауылында өмірге келген. Екеуміз көрші тұрдық. Үлкен апасы Тотықұс Қырмызыны елден ерекше ардақтап өсірді. Өзі де өте өнді, қызыл шырайлы қыз болатын. Осылайша жайбарақат балалық шақ өтіп жатқанда, бір күні төбеден найзағай түскендей, Қырмызының анасы Ақжүніс ауылда босана алмай қайтыс болды. Бауыры Болатай екеуі шынашақтай кездерінде аналарынан айырылды. Әкесі Құнанбай балаларын орысша оқытамын деп Төсқайынға көшпекші болып жиналды. Ол кезде ата-аналардың ұғымынша орысша білмесен нан тауып жей алмайсың, жарамсыз адам боласың. Соңғы рет ауылда Қырмызы мен Алтай өзенінің жағасына гүл теруге жиналдық. Әлі есімде, тақтай көпірден өтіп бара жатып Қырмызының суға құлағаны. Оны жағаға шығарып жұбатып, көйлегін сығып бұтаға жайып кептіріп, шашын тарап өріп, бір құшақ қызғалдақты құшақтатып үйіне шығарып салғанымыз. Ол Төсқайын орта мектебіне бір ауыз орысша білмей оқуды бастады. Керемет зерек болды. 11-ші сыныпты өте жақсы бітірді. Өскемен пединститутының физика-математика факультетін ойдағыдай тәмамдап, Төсқайын орта мектебіне ұстаз болып қызметке келді. Талай жас түлектерді қанаттандырды. Қырмызының шәкірттері Қазақстанның төрт-бұрышында әртүрлі салада еңбек етуде. Ауылымыздағы бетке ұстар азаматтардың бірі Саткенев Бауыржан Қабдиманұлы пединституттың дене шынықтыру бөлімін бітіріп ауылға оралған. Екеуі жарасып, отау тігіп, бақытты жанұя болып өмір кешіп жатты. Тұңғыштары Тілекжан, артынан егіз бой жеткен Айжан мен Айман өмірге келді. Бірақ бақыттары көпке бармады. Сұм ажал Қырмызының сынарын 7 жыл отастырып, о дүниеге алып кетті. 3 бала мен жастай қосағынан айырылып, жылай-жылай өмір кешуге кірісті. Бұл тағдырға не істерсің? Қырмызының шыдамдылығы мен қайраттылығына таң қаласың. Мектептегі жұмысынан 1970 жылы Қаба ауылдық кеңесіне қызметке ауысты. Мұнда да жанын салып қызмет атқарды. Халықтың қошеметіне бөлініп отырды. Балаларын жеткізді. 3 баласы да жоғарғы білімді мамандар, оларды мақтан тұтамыз. Үлкені заң қызметкері болса, 2 егіз қыздары мықты қаржыгерлер. Бұның бәрі Қырмызының еңбегінің арқасы. Күнді күн демей, түнді түн демей, жұмыстан шаршап келгеніне қарамастан, балаларым мен түннің бір уағына дейін бірге сабақ қарап, кітаптар оқитын, тамақтарын пісіріп, үсті бастарын жуып, тыным таппайтын. Онымен қатар қорадағы малы да бір жағынан мөңіреп тұрады. Уақыт зулап өтіп жатты. Қаба ауылдық округінің әкімі Хамитов Асымхан Айтқалиұлы мен көмекшісі Қырмызы Құнанбай қызы бухгалтері Майра Қоғыбаева жұмысқа құлшына кірісті. Осы 3 адам бұрынғы кеңшардың жұмысын атқарып отырды. Аумалы төкпелі кез оңайшылықпен өткен жоқ. Ең ауыры жол азабы болды. Шалғайдағы Марқакөл Күршім ауданына қосылды. Енді аудан орталығына жету үшін Таулы Қабадан Теректіге түссесін. Жолдың жайы мәз емес. Ары-бері жолдың ұзақтығы 1000 шақырымнан артық. Бұл кез ең қиын қыстау кездер еді. Жұмыс бабымен ауданға 3-4 рет қатынайтын. Машинаның ішінде ұйықтап, талай рет жолда қалып, суыққа ұрынған күндері де болды. Қырмызының туған жерге деген ылтипаты ерекше болды.
балалары жетіп, оқуларын бітіріп, үшеуі де ірі қызметке кіріскенде, енді деміңізді алыңыз, Алматыға алып кетеміз деген. Туған елім, ата-бабаларымның қонысы, осы жерге еңбегім көп сіңіп еді. Тым болмаса, зейнеткерлікке жұртымда жүріп шығайын деп, балаларына қарсы уәж айтып келе жатқанына талай жылдар болды. Биыл құрбымыз Қырмызы Құнанбайқызы зейнеткерлікке шығып, балаларына берген уәдесі бойынша Алматыға көшкелі отыр. Туған жерін қимайтыны сезіліп тұрады. Алматы жақсы жер, енді зейнетке шықтың, ел аралап дем аласың. Бауыржанның көрмей кеткен қызықтарын балаларының ортасында сен көр деп жұбатып қояды құрбылары. Қаба өлкесінде өтті ғой менің еңбек жолым. Ауылдық кеңестің 5 төрағасы мен 1 әкіммен жұмыс істедім деп риясыз жымияды ол. Біз қабалықтар өлкемізден шыққан Қырмызыдай қайсар құрбымызды сыйлаймыз, мақтан тұтамыз. Оқыған Хамитова Асфира Асымқанқызы.